Bizim kooperatивimizдің төрағасы Нұржанов Арген Орынғалиевич алдарыңызда тұрып, Орал қаласының тумасы. Бұл кісі кооперативті құрғаннан бастап өзінің миссиясы бар. Яғни кооперативтің миссиясы кем дегенде 1%-ын баспаналы болу. Жалпы заң шеңберінде айтатын болсақ, бізде кооперативтерге қатысты заңдар бар. Көрсетіп тұрған заңдар тұрғын үй қатынастары туралы заң, Қазақстан Республикалық Азаматтық кодексі, тұтынушылар кооперативі туралы заңдар және коммерциялық емес ұйымдар туралы заңдар туралы кооперативке қатысты заңдарды оқытсаңыздар болады. Көп жерде сұрап жатыр ғой, заңды ма бұл бар бізде? Міне, заңның спискісі. Яғни біз заң шеңберінде қызмет қыламыз. Енді кооператив орайға тоқталайық, жаңа кооператив туралы не заң тоқталды, енді орайға тоқталайық. Орай тұтынушылар кооперативі 2018 жылдың 6 декабрінде Орал қаласында құрылған. Сол азғантай уақыттың ішінде 26 офис Қазақстан бойынша ашқанбыз. Біздің қазір 900-ден астам пайызсыз баспана беріп үлгердік. Және де бізде 27 мыңнан астам үлескеріміз бар. Бұл біздің халықтың алдындағы сенімділігіміздің дәлелі. Алматы қаласына тоқталатын болсақ, бізде тұтынушылар кооперативі Алматы қаласында 2019 жылы ашылды. Біздің қалада 2 офис жұмыс жасап тұр. 50-ден астам баспана берілді, жаңағы айтылған 900-дің ішінен. Және де бізде кооперативте 7 мыңнан астам адамдар Алматы қаласынан тіркелген. Және бұл жерде біз Алматыны не үшін бөліп алдық? Не үшін біз кооперативтен бөлек осы жерде айтып тұрмыз? Өйткені 1 марттан бастап Алматы қаласын пилотный проект өзінің қаражатымен, өзінің пайшықтермен осы адамдар қанша салса, сонша үйді алып беретіндей жағдай жасады бізге. Сондықтан да бүгін біз Алматыны бөлек көрсетіп отырмыз. Және де Гүлсезім ханымның айтып өтті, Алматыда 2 офисіміз бар. Біреуі осы Қонағайға 41-дегі офис, екіншісі Жарокова 124. Біздің бағдарламалар қандай? Бізде бірінші бағдарламамыз тұрғын үй бағдарламасы, баспана. Баспана жеке үй, жер үй, пәтер және үй құрылысы. Баспанаға осылар келеді. Екінші біздің бағдарламамыз автокөлік. Үшінші бағдарлама арнайы техника. Міне осы бағдарламалар бойынша біз пайызсыз жұмыс жасаймыз. Біздің үйге қатысты бағдарламамыз 4 түрлі бағдарламамыз бар. Жеңілдетілген, стандартты, және 25% программамыз бар, 50% программаларымыз бар біздің. Жылжымайтын мүлікке қойылатын талаптар. Жаңа бағдарламалар бойынша үйді алып жатсаңыз, бізде жылжымайтын мүлік, яғни үйге қойылатын талаптарымыз қандай? Егер жеке жер үй болса, саман кірпіштен болмау керек, қамыс, жақтаулы деп, каркасты үй бізде қабыл етілмейді. Сосын, пәтер алынатын болса, этажды үйден салынған жылы 1975-тен ескі болмау керек. Және үй құрылысын жүргізу үшін тіркелген үлескердің атында жер телімінің болуы міндетті. Және ол жер телімінің назначениесі болады. ИЖС немесе ЛПХ назначениесінде жерге үй құрылысына да қаражат бөле аламыз. Жылжымайтын мүлікке қойылатын талаптар бұл бізде біріншісі автокөлік. 2010 жылдан автокөлік жоғары болу керек. Және де автокөлікті сіздер автосалоннан алуларыңызға болады жаңа көлік ретінде. Және де трейд-ин, яғни жүрілген көлік бағдарламасы арқылы алсаңыздар болады. Ал арнайы техникаға тоқтай кететін болсақ, бізде бұл жерде өздеріңіз білесіз, ИП, ТО документтері болу керек. Оны қолдан ала берсеңіздер болады. Арнайы техниканы. Машинада да жаңадан қосылып программа естіген шарттар прямой эфирден машинаны да қолдан алуға болады. Бірақ өзінің шарттары бар. Және де тағы бір айтып кететін нәрсе, көлікті каскамен айдаймыз.
Жаланбас болмайды деп көтеріп қояйық. Каска деген страховканың түрі бар. Яғни бұл екі жақты страховка, сол страховканы алу міндетті. Өйткені ол сізге де тиімді, бізге де тиімді. Енді Құдай сақтасын, біреуді түртіп алсаңыз оған да тиімді. Біздің кооперативтен қанша қаражат алуға болады, қанша ақшаға тіркелуге болады. Бір келісім шартқа отырып 10 миллионға дейінгі теңге қаражат алуға болады. Бір адам баспанаға келісім шарт жасай алады, және автокөлікке де келісім шарт жасай алады. Бір адам басында екі договор болуы мүмкін. Баспана және автокөлік. Және де 10 миллион жетпейді деп жатыр. Бір адамға үй алу үшін әсіресе біздің Алматы қаласында. Сондықтан да екі келісім шарт жасап, бір семьяда 20 миллионға дейінгі сумманы пайызсыз алуға болады. Біздің кооперативқа тіркелген еріктілер тиімді. Сол туралы айта кетейін. Бізде ешқандай пайыз жоқ. Пайызы мөлшерлеме 0%. Табысты жасау керек емес, басқа банк берілмейді. Несие тарихы қарастырылмайды. Зейнетақы жинағы қарастырылмайды. 18 жастан бастап 63 жасқа дейін. Қарызды мерзімінен бұрын жабуға болады. Және бұл қарызды мерзімінен бұрын жапқан үшін сіздерден ешқандай процент премия алынбайды. Жинақтау жүйесі бар. Және де кооператив біздің заңға қатысты жұмыстайды. Кооператив жұмысы Қазақстан Республикасының тұтынушылар кооперативі туралы заң шеңберінде жүзеге асырылады. Ең маңыздысын ұмытып айттыңыз. Ең жоғарғы. Ең маңыздысын айтып кетейін, мүлік өз атыңызға рәсімделеді, және де құжаттары сіздердің қолыңызға беріледі. Біздің кооперативтің ерекшелігі сол. Мүлікті сіздің атыңызға рәсімдейміз. Және де Гүлсезім ханым айтып өтті, құжаттарында Гүлсезім ханым акт передачамен қолыңызға Гүлсезім ханым үйінде ұстатып жібереді. Енді сіздер қаржы оңға-солға беріп жатсыздар пайызсыз. Қаржыларыңыз қайдан түседі? Кооперативке қаржы қайдан түседі деген сұраққа келсек, біріншісі, бізде кооперативке тіркелу жарнасы 200 мың теңге. Кооперативке түсетін ақшаның біріншісі тіркелу жарнасы. Екіншісі, бізде айлық үлестік жарна бар. Қазіргі стандарт бағдарлама 18 ай. 18 ай бойында 20 мың теңгеден әр үлескеріміз салып отыр. Және де кезегі келіп, мүлігін алғандар кесте бойынша ақшасын кері қайтарады. Үлестік жарна 20 мың болса, кесте бойынша кейін қайтару 70-75 мың. Яғни үй алғаннан кейін ақша көбірек қайтады. Міне, осы үш көзден ақша жиналып, осы ақшаға үй аламыз. Той арқылы пәтерлі болған жандар, және қазір презентация көрсететін боламыз. Кішкене видео ролигіміз бар. Бұл кісі біз шақырғымыз келді. Бірақ көресіз өздеріңіз. Бұл да бұл жерден сөйлеу бар. Bunu bizim kooperatiftің журналисі. Это, конечно, болезнь была много интереснее. Скажем, мы назвали с тобой машинку в основном процессе. Постоянно мотаться очень дорого. Полтора года объявили по группам, может, это было машин, который просрочку платили. Невозможно было. И я стала женщина, она и так делала, стала но как я не было вам слышно. Это было
Сами себе другую комнату. Ладно, было, что кто-нибудь хозяин должен квартиру, не постучить самого плана, там, или что-то еще. Это, конечно, спальня моей дочки, ну и нашего сына. Эта комната будет двухсерийная спальня для детей. Это комната старшего сына. И уголок старика. Это зауна. Большой, широкий. Мы в таком доме. Только мечтали, большой сериал. Это мой уголок, моя отдушина. И тут начинаю что-нибудь творить. Творить много, творить сладости разные, торты, шоколад, конфеты тоже. Очень много лет мечтала я готовить. Дом, рассрочку. Сам у нас был готов, да, команда. Я была полноценной, нормальной, в свое время работала пенсионером, могла что мы где-то 6 наверное, начала на дома печь, не знаю, за сутки могла на 60 минут да? Жизнь была, тело полностью. Но как раз сказала любое связанное с правильностью, престижем, она не приемлет. И получится, что вот это не проблема. Я в наушнике имела учебные программы, это не какая-то проблема, какая-то форма, или какой-то там какой-то воспитание не пришла в жизнь, это собрался так в кучу, подумать, посидеть, все взвесить, встать, обсухнуться и дальше пойти. Егер осындай адам сеніп келіп, үйлі болып, қуанып жатса, айтарға енді сөз жоқ та. Кооперативтің адалдығы өзімізге белгілі. Енді біз бір жерде отырмыз. Жалпы бұл неде Рой кооперативінде біз Гүлсезім ханым екеуміз осы жерде представительміз. Гүлсезім ханым көбінесе документтерін дұрыстайды, чектерін қарайды, ешкім онсыз жібермейді. Бірақ та біздің қызметтің, жұмыстың ең ләззатты, ең бүкіл айқай-шу бәрінің ең өзегі үй берген ақта бәріміз бүкіл ауыртпашылық қойшы осы үшін ғана жұмыс жасап жатыр қойды. Сондықтан да үй алған адамдарды ортаға шақырайық. Қазір қонаққа біраз адам шақырайық. Ауа райын көріп тұрсыздар. Қонақтарымыз бол. Әсілбек. Келген адамдар бар ма тағы? Енді, Әскербек, айтыңызшы, документ қайда? Бұл кісіге айтыңыз. Рас па? Қазір. Алып шайшы. Жоқ, алмай. Қой. Альберт бізде қай жерден алдыңыз дейді? Қашан алдыңыз? Естімей. Бес бөлмелі үй алды. Қауының екеуінен Байлапқа соғысы. Қалғар мен Алматының ортасы. Құттықтап қойыңыздар. Бағасы 9 миллионға 5 бөлмелі үйді Қалғар мен Алматының ортасынан тапты. Көксайда 9-ға не аламын, 10-ға не аламын деп. Алды бірақ. Не қылыңыздар, іздеңіздер бағасыздар. Сұрақ.
Зияда. Макина. Benim ismim Ziyada. Benim yoldaşım Nariman. Albet Nariman'ı biliyorsunuz. Мен 19 жылы договор толтырғанмын ғой осы ройдан үй алайын деп сөйтсем жұмысқа келсем рассрочкаға үй керек екен деп жұмысқа келсем ой лақатқанға кіріп кеттің деді маған содан кейін құйған жоқпын ары қарай резюмешінің қымбатына 4 айдан кейін Альберт үй алды күйеуім келді айтып Альберт үй алды ройдан сен қайда договорың дейді маған 4 ай қимаған дейді Гүлсезге жүгіріп келдім, келсем, договорым қайда менің десем, Ростов уже жоқ договор. Сосын май айында қайтадан 10 айлыққа кіріп келіп, 2020 договор. Альбертке өзім іздескен билет іздеуге. Еш қалмаңыздар, ойнамаңыздар. Маскаңызды шештің, қашан алдыңыз? Айтыңызшы. Айтым. Жоқ, жаз болғанға. Шешке бәрімізге жұғады, кішкене жас көп бар. Қашан алдыңыз дейді? Маски, башка, опять тисек. Маңыздылығы. Жарайды. Ал енді жаңа Құрмешқа ханымдар мен мырзалар біріншіден өзімнің ұялған шын негізінде алып отырған қолымда оригинал документ үйде, бірақ мен өзім шығарып аламын. Жылыңызды, айыңызды айтып кетіңізші, алған күніңізді. Сол Мен 2019 жылы декабрьдің 11-ші жұлдызында тіркеліп 2 доллар аштық. Яғни жолдасымыз екеуміз 9 миллионнан 2 доллар қосылып 18 миллионға алып отырмын. Я сол кезде программа, ускоренный программа болды. Миллионник программасымен алдым. 6 айлық программамен. Енді ой кооперативінен осындай керемет, осы сіздер отырсыздар ғой, барлықтарыңызды салымшысыздар, үйдің кезегінде тұрсыздар, осы сіздердің арқаларыңызда мен алып отырмын. Яғни қалай түсінуге болады. Әр адамның салған 50 мың теңгенің арқасында, асарлатып ағайын туыс бауырлардың арқасында мен сіздердің арқаларыңыздан үйге алып отырмын. Мында бір артықшылық дейді. Адамдардың арқасында және де 1 наурыз күні алғыс айту күні болды ғой. Барша Қазақстандағы алғысым шексіз. Осы барша Қазақстанға мың алғыс рахмет айтқым келеді. Балаларға үйді алып бердім. Өйткені осы уақытқа дейін балалардың квартирада жасаған түгі жоқ. Сол осы программаның алғашқы келгенде мен Дархан бауырымнан, яғни Дархан мырзадан білдім. Өзі 86 жылы жігіт жас болса да, осы программаны жеткізу арқылы менің көзімді ашып берді. Яғни сол офисқа келіп, программаларды біліп, өзіне ыңғайлы, яғни халыққа ыңғайлы, процессіз пайыз алатын болғандықтан мен жаңағы ипотекада тұрған ақшамды сыймай кетіп алды, осы жерге кірдім. 1 жыл ішінде ұямыз. Алматы қаласынан, Алатау районынан, Ақбұлақ микрорайонынан алып отырмын. Яғни Бауыржан Момышұлымен Рысқұл Алтынсқан жерінен алып отырмын. Ақкент. Мен осылай қуанышпен сіздермен бөліспегенде кіммен бөлісем, сіздеріңіздер, келіңіздер. Құрметті қалай, азаматтар, ағайын туыс бауырлар, бұл деген өте халыққа ыңғайланып жасалған, яғни халық үйлі болсын деген мақсатпен. Яғни пайсыз баспаналы болсаңыз, өзіңіз үшін де жақсы ғой. Біреудің үйінде бәлебақшы деп тұрғаннан гөрі, өз үйіңді ал, пайсыз, сонда тұр. Пайсыз қайта, болды. Өзіңізге байланысты егер ертерек құтылып десеңіз, досрочный погашение жауап тастасаңыз да болады. Мен например, қазір ауылдағы үйімді Меркедегі сақшылар сол ақшаны алып келіп, қазір жауап тастасам да болады. Сеніңіздер, құрметті ағайындар, сеніңіздер рой кооперативі жасасын деп айтамын. Яғни мен рой кооперативінің арқасында, осы программаның арқасында мен үй алып отырмын. Машалла. Заңды алып береді, мен түгел, мен өзім қолыма алып жүрмін, яғни бүткіл документтің арқасында осы, мына осы кісі представительдің арқасында табыстады өткенде. Ризамын сіздерге, рой кооперативке ризамын, шын алғысым шексіз. Енді негізінде біз ұялған бірнеше адамды Көрлікпе дейді. Негізінде көбі адам шақырған едік біз. Келсін,
бөлсін деп ауа райына байланысты сосын жұмыс күні деген сылтаумен көбісі келе алмай қалды. Бірақ енді барына қанағат көріңіздер, құжатында көріңіздер. Вот. Енді не істейміз? Қазіргі біздің бағдарлама бойынша Алматын бөліп бергеннен кейін 10 айға толтырдым, мен күтем, қара күте тұрайын. Бола ма, болмай ма деп ойламаңыздар. Бізде қазір акция жүріп жатыр, 1+1. 10 ай салып болсаңыз 500 мың теңгені әрі қарай салған ақшаңыз бірге бір болып, ертең әскербек сияқты үй аппаратта гранит погашениеден шегеріледі. Сондықтан да сол акцияны пайдаланып, тез өзіміздің күшімізбен ақшаны жинап, кезегімізді жылжытып, үйлі болайық. Амин. Сұрақ қойса бола ма? Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Ойға келген қонақтар, сіздердің адамдарыңыз құтты болсын, осындай көп кісілер алғалы отыр. Мен осы кооперативде 2 жыл Павлодар қаласынан Кәусар апай. Ең бірінші июль айында өткен жылы мен Адил Ордабешті Павлодарға алып қарағанда ең бірінші доғырды өзімнің отбасыма аштым. Олар февраль айында үй алды. Біз толық Павлодардың ортасынан қазір сол бала шағасымен қуанышпен мен бөліскелі отырмын. Қазіргі кезегім менің ұлымның кезегі келіп отыр. Иншалла осы Алматыдан алғанбыз Павлодар суы. Біз тіпті Россия жақтан келіп отырмыз. Россияға шекарадан. Біздің жақтан қазір суық Алматыдан алғанбыз. Сондықтан келіңіздер, сеніңіздер. Онда жаңағы маған келіп отырған, сеніп отырған адамдардың көбіне бүгін бір жыл болды қазір Алматыны бөлгеніне мен қуанып жатырмын, менің планшеттерімді қуанып жатыр, алмақ болып отырмыз енді. Барлықтарыңызға енді адамдарыңыз құтты болсын, ойға келгендеріңізге жаңағы біздің ой алдамайды, шын. Міне өздеріңіз көріп отырсыздар, сол қуанышымды сізге айтып бөліспек. Саламатсыздар ма қалай? Халқым, қазағым. Мен мысалы осы ойға естіп келдім. Ешкімнен емес, Құдайдың Инстаграм деген нәрсе бар емес. Мен өзім балаларыма айтып, мама сен продвинутый деп. Осы ойды мен через не арқылы көрдім. Енді бала шағамның қазір жағдайын жасым 100-ден асты мысалға. Құдай біледі қашан өзге жетіп қалатынымды. Мынау мен как раз осы не пандемия уақытында келдім. Келген кезде мен келдім, артынша біз уже неге түсіп қалдық. Мен бірақ үлгердім 180 мың теңгеден кіретін уақытта. Содан кейін бір ай өткеннен кейін жаңағыдай тексеру басталып кетті ғой. Шок болдық. Енді реально мен құдаяу, не кетті. Маған келгенде құдай не болып кетті бұл. Мен де бала шағам, қызым да, ұлым да кімді айтты. Мама тарысы неге кіріп кетті, қайта қайып кетті, неге кіріп кетті, ұрысты бәрі отырып. Немене ақшаңды тұтқасы батырма, сен бере бересің деп ұрысты. Мен құдай Аллаға сабыр етсін, шыдайшы, көрейікші. Бүйтіп жағымыз, рөлді поддержкаға арыз жаздық отырып алып, бәріміз WhatsApp-пен жіберіп, енді құдайға шүкір мені осы ай бітеді ондай. Сол бүгін келдім, Алла тағала мені жетектеп келген адамым жоқ. Ол кісі білмеймін қайда екен. Мына информация мен кімнен білемін арайдан. Инстаграмға шықпайды. Информация содан біліп отырмын. Бүгін өзімнің бетіммен келіп едім. Жиналысқа түсіп отырмын. Қандай рахатпын. Сол білейін деп едім. Бүгін оның айын бітеді. Әрі қарай не болады? Оны көтсіз әрі сол. Сұрақтарыңыз болса бір-бірден шуламай қоямыз, е? Менің есімім Дүйсенбек Сер, салымшым. Окейсің? Есімім Сер Дүйсенбек, 4 ай болды салымшы болып кіргенімді. Жаңағы менің сұрағым 1+1 деген акция қай уақытқа дейін жалғасады. Екінші сұрағым мен мысалы 4 миллион қазір құйып тастасам, мен 9 миллион қарызымды. Мен сонымен роймен қарызым жауыз беремін. Рахмет. Қараңыз, 1+1 кімге қатысты акция? Бізде жаңағы айтып өтті, карантин мен тексерісін кесірінен кішкене уақыт жоғалттық үй бермей.
Енді бізде үйге кезегі келіп қалған адамдар бар. 10 ай салып, 500 мың теңгесін жинап қойып отырған адамдар бар. Олар не істеп отыр, күтіп отыр. Басқа ештеңе істеп отырған жоқ. Үйді жаңа мен айттым, қайдан түсетін ақшаға үй алатынымызды көрсеттім. Енді соларды қозғау үшін біз не істедік? Акция жібердік. Кезегі келіп, договор бойынша төлеп бітірген адамдар егер салса, олардікі бірге бір қайтар. Ал енді төлеп бастағандарға қатысы жоқ. Сосын, ол шексіз нәрсе емес. 1,5 миллионға дейінгісін ғана қабылдаймыз. 50 мыңнан 1,5 миллионға дейін ғана салалады. 1,5 миллионнан артығын 2 есе қайтармаймыз. Өйткені бұны финансистер есептеген, бұл 1,5 миллионнан асып кетсе жақсы емес. Жақсысы 1,5 миллионға дейін салады. Тағы сұрақ бар ма? Дауыстырыз. Жігіт сияқты жүріңіз, айқайлап. Салымшылар, мен осы ой кооперативінің салымшысымын, Қантарбаев Ануарбек болады. Бүгін үлкен бір жаңалықпен танысып отырмыз. Ол қала бойынша бөлініп жатыр дейді. Оның тиімділігін айтып кетсеңіз. Тиімділігі. Жарайды. Алматыны өзіміз білеміз, Алматы мегаполис. Алматы біздің Қазақстанның қаржылық орталығы. Алматылықтардың ақша көп. Алматы жақсы төлей алады. Бірақ общий кезек болса, білесіз, общий кезек болса, Алматыға аз ғана келіп қалады. Ал біз өзіміз Алматы болғанда, біз сізге түскен пайыз взнос қанша түсіп, соған біз, яғни отчет жасап, қанша пайыз взнос түсті, осылай айдың соңында айта аламыз. Және қаншадан шығып кетті, қанша минус болды, ақшаны қайтарып, оны айта аламыз, қанша суммаға үй алдық, оны айта аламыз. Тиімділігі жер осы. Айта кетейін, жаңа алған 50 үй бар, осы уақытқа дейін біз бұйырса Алматы болып бөлінгенде, оны біз бір айда аламыз. Қазір алматылықтардың бәрі атсалысса, бұйырса бір айда аламыз. Біз бір жарым жылда 50 үй алсақ, енді бір айда 50 үй аламыз деген жоспар. Машалла. Енді қазір қараңыз, кезек қалай жүреді. Біз оған байланысты жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Уже бастапқылармен жұмыс бастап кеттік. Чат ашамыз. Сол жақта ай сайын қанша адам үй алды, қанша ақша түсті, және де қанша адам келесі айға дайын тұр. Соның барлығын сіздерге жазып отыратын боламыз. Барлығына чат ашылады и барлығын жұмысқа шақыратын боламыз. Тиімді жағы бізге, халыққа тиімді жағы бәрі прозрачный дейміз ғой, ашық, анық болады да. Не, қайда деген сұрақ азаяды. Қазір нақты нешінші жылғы адамдар алып жатырсыздар, қай сайда алып жатырсыздар. Сосын не үшін 10 жыл болды, сосын не үшін 75 мың теңге қайтарылды ма? Соған нақты сұрап тұрсыз. Соған біз үлестік жарына 20 мың теңгеден қалды. Үлестік жарына. Үй алғанша 20 мың теңге төлейміз. Ал возврат үйді алғаннан кейін сіз үй алғанша квартирада тұрсыз, 20 мың теңгені төлеп жатсыз. Үй алғаннан кейін өз үйіңізде, кәдімгі өлең төсегіңізде, документіңіз қолыңызда, ешкімге артық ақша төлемейсіз. Сіз квартирада жүріп 20 теңге төлеген едіңіз, бұл салатын 75 мың өз ақшаңыз. Қазіргі экономикалық жағдайға байланысты, кооперативтің экономикалық жағдайға байланысты приказ шықты, қайтарым ақшасы 10 жылдан артыққа бермейміз, 70-75 мыңнан шығып тұр. Ол приказ шықты. Тиімділігі жаңағыдай. Үй алған адам квартира емес, өз үйінде төлейді. Үйді тез залогтан шығарып алады. Үй өзіміздікі болады. Екінші сұрағы жаңағы. Нешінші жылғы адам алып жатыр, қайсы жыл? 2019-да қайсы ай? Енді біз бөлінгенше 2019-да июль айын әлі беріп жатырмыз. Өйткені біз ол кіші беріп жатқанымызды. Енді біз оны тамамдамақшымыз. Гүлшезім ханым айтып өтті. Келесін дайындап жатырмыз. Но болашақта 1,5 жылдық 50 үй көрсеткіш ура деп отырсақ, енді айына 50 үйді алуға тырысып жатырмыз. Бірақ оны Гүлшезіммен мен алмаймын. Ол үйді сіз аласыздар. Сіздердің ауыз біршіліктеріңіз, сіздердің адам шақыруыңыз, үгіттеуіңіз, насихаттауыңыз, түсіндіруіңіз бұл жөн пайызсыз екенін, халықтың асары екенін, асарға шақырамыз ғой. Келіңіз асарға сөйлегенді, еңбектіріп. Сол сияқты біз өзіміз, яғни сіздердің жұмыстарыңыз арқасында
Аламыз. Үйренеміз, одан да көп аламыз деген үміттемін. Тағы да қосып кететін жағдай, жаңағыдай ғой, очередьтер тез жылжу үшін бәріміз үлесімізді қосып, үлестік жағынан бюро мүшелерді тоқтатпай жүруіміз керек. Уақыт алады. Үлестік жағынан көп жиналса, біз бюроден де көбейе аламыз. Үлестік жағынан байланысты. Қазақша жауап беремін. Я вот у нас, например, мы сентябрьский, да? Ага. Я ходил в этот концерт дома уже 1,5 года, с момента заключения договора не может получить. 19 год? Получается, 19. Но июль вот заканчиваем. Июль что-то как-то. Да, сентябрь начнем. Чуть-чуть сабр. Вам сабр сказать, Я знаю, да. сабр, чуть-чуть сабр возьмете. Получается, Сейчас сразу, как собрание закончится, подойдите к учителю. Она вам объяснит. Ой, очень будет казахский. Так, сұрақтарыңыз бар ма? Ұялмаңыз, сұра беріңіз. Мен жаңадан өзім үй көтеріп көппін. Сол 1,5 жылдан кейін, сол уақыт біткеннен кейін ақшалай алып білем бе, сол үйде до конца бітіріп алғанға. Үлкен үй көтеріп көппін. Сол бола екен. Үй салуға? Үй көтеріп көппін өзім. Соны бітіруге сол ақшалай берілам екен. Бірінші қайта өзіңізге сұрақ. Үйді қазақша салдыңыз ба? Яғни салып қойдыңыз, документін бітіріп алып жасайсыз ба, или заңды салдыңыз ба? Заңды барлығы. Документ архитектураның рұқсатыңыз бар ба? Жоқ, ол жоқ. Қазақша салғансыз, оған береміз. Құжат болса береді. Соны дайындасақ ше? Құжаттар Ретке келірсем? Кооператив сіздің недостроенный үйіңізді немесе учаскеңізді залог қалатса, ары қарай бітіруге ақша бөлінеді. Оны бірден бере ма қалай? Бірден бермей, сұранысқа бөліп береді. Мысалға сіздің уақытыңыз маусым айында келді дейік. Бірінші траншыңызды маусым, шілде, тамыз айларында сөйтіп бөліп береді. Бірінші траншты бітіргеннен кейін сіз, яғни біткен туралы отчет беруіңіз керек. Содан кейін уже екінші траншты сізге перечислять етеді. Также ол біткеннен кейін сізге уже үшіншісін аударады. Ол сіздің өзіңіз қалай Қараңыз, жаңағы үй заңды болсын деген жер осы. Үйдің архитектура жоспар болғаннан оның сметасы бар, кететін ақша да уже жобамен есептеледі. Сондықтан да заңды болу керек. Біткеннен кейін заңды салынған үй бірден тіркеуге алынады, и залогқа да оңай қойылады. Бізде жер өз атыңызда болу керек, ИЖС, ЛК болу керек. Садовое хозяйство, сельское хозяйство дегендер өтпейді. Дачный болмайды. Строение разрешение болу керек сізде, дополнительно. Строениеға разрешение. Bunu айтады. Қайта жолға саласы именно конкретный қашан келеді деген сұрақтар бар. Арнайы кабинет бар, сол жаққа барып, сол жаққа жауап. Жер өзіңізде болу керек. Біз бір сағаттай уақыт алған екенбіз. Мен алматыда дауыстар. Алматыда жалпы ой өсіп бар ғой. Иншалла айына миллиардтап ақша жиналып жатса, нарықтағы үйлердің бағасы өте қымбатта. Өздеріңізде строительный компания ашатын ой жоқ па? Ай сайын миллиардтап кетіп жатыр, ақшамыз зая. Болашақ жоспарларында бар, бірақ әзір емес. Қазір біз басқа бағытта жұмыс жасап жатырмыз, бірақ ондай ой болған болады алла қаласа. Кешірерсіздер, бізде уже орындарымызға барып отыруымыз керек. Бұлай, қорытындылай айтқанда, кооператив түсінгеніміз, кооператив бұл халықтың ерікті бірлестігі. Ерікті түрде
birlikte жұмыс жасаймыз. Әр қазақты үйлі құрамыз Алла қаласа. Әр Қазақстанды